Dördüncü mü? Mer, ra, du. Daha da bir et. Mer, rar. Правильно получается. Şey çalıp bakın. Ма, No, r, a, ra, Bir r, r, ага. daha toxtulaz. Rar, Du. Mer, rar, du. У, мир, du. У, mer, ra, mer, mer, dum. Amardum. Barakallahu fik. Şimdi. Ну, стараюсь. Нет, Нет, у. Умир, умиртум. Умиртум, ага. Так, это мэр, рар, тум. Так, му, рир, тум. Правильно? Ya yeni bir оқыңыз. Рир, тум. Енді мен өзім сама начала. На, ни, ну. Да. На, да. Ан, ин, зин, ми, Ma, aspa. м. Ana. Хотела это. Так, енді у, ой, ар, An. Жоғары емес ол. бұл анның қандай? Nun әрпі. Ам, No әрпі. Сөздің басында. анта. Анта. Вот именно шатасам по-немножку. Енді мен Қазақстаннанмын. Ана. Ана деген мен. Ана, Мин, Қазақстан. Қазақстан, аха. Тағы? Ана, мин, Қазақстан. 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 Ол жерде енді Қиыстан деп жазамыз. Мгм. Қазақстан. Окей. Енді сен қайдан боласың? Мин. Айна. Айна, Анта. анта. Тағы да. Мин, айна, анта. Жауап береміз. Бұл откуда ты? Мгм. Ана, мин, Казахстан. Ана, мин, Казахстан. Ал жалпы кто ты? Мен анта. Мен, анта. Мен анта. Мен, анта. Молодцы. Сіз жаңа енді мына жерде жаңа з мен бар, р мен бар шатыстырдыңыз. Да. Сіз оны шатыстырмаңыз. Енді былай қалай оны шатыстырмайсыз? Қараңыз, р әрпі жазамын Мгм. және з әрпі қайталай беремін. Олардың екеуін сіз ұмытып қаласыз. Және дәлі әлі өлген жоқпыз. Зәлі, уау, алиф. Осы әріптер өзінен кейінгі әріптерге жалғанбайды. Р, мынау з. Ал нун әрпі өзінен кейінгі әріпке жалғанады. Зәле алда, нунда да бір нүкте бар ғой. Және зда да бір нүкте бар. Сондықтан да сіз шатыстырып жатырсыз. Да. Ол табиғи ол нәрсе бәрі шатыстырады. Енді сіз бұдан кейін түсініңіз. З әрпі өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Солай шатыстырмаңыз. Ал нун әрпі өзінен кейінге жалғасады. Сондықтан сіз 100% ойлайсыз сенімді түрде бұл н деп. Жалғанып тұр, значит н бір нүктесі бар. Жақсы? Ал з ол қараңыз міне жалғанбайды, түсіп кетеді. Келесі сөзге жалғанып тұрған жоқ. Да, получается здесь ам, Н, ан, нам, да? ан, Ан, да. да. И Мен, мен кто? Келесі там, аха. Енді так, енді. н. Бірінші н, иә, мына қараңыз, н қайдан шығады? Н сөздің басындағы н. Сөздің басында осылай жазылады. Сөздің ортасында осылай жазылады. Және сөздің соңында осылай жазылады. Онда будет н, Төмен сөз н, и, ни, мим, мынау. ним, Тамаша. нимта, да? Нимта, аха. Енді м, Ан, ан, ут, тум, Макс, рахмет, лайктарға, Макс, көп рахмет. Дальше. Это нам нет самое. Ан, Бірінші н, назиру, да, назиру. Назину, ага. Да, так это мы, да. бірінші алиф тұр. Абарна, Тамаша. ага. Амарна, ага. Енді мирна, мирна. Ага. Жақсы, жақсы. Рар. Нет. Рарна. Ну, мы. Мурирна. Жақсы. Мурирна. Да. Бірінші алиф. Амар. Ам. Рар. Ам дегенде тоқтайсыз ғой. Ам. Ам. Ары қарай Рар. жалғыз. Тамаша. Рарна. Маша. Амар. Рарна. Когда нам начинает читаться Ам. Ам. Рарна. Да? Тамаша. Мен бір тез оқыңыз. Амрарна. Амрарна. Давайте еще раз. Я не хочу торопиться, чтобы мне в голову вошло. Главное түсіндіңіз. Да, ага. Хоть не как будет ходить, я все равно буду ходить. Бірінші фундамент мықты Да, болса, да. ары қарай уже оңай кетеді. Маған вот эти буквами нужно разобраться, как оно читается, а потом легче уже будет. Ага. Н, ин, зән, Қапа. за, З, и, төменге түсіңіз. зи, зин занимается. Зин, мән, да? Бірінші мына жерде, когда осылай болғанда буква идет, а потом уже звук, да?